Армысыз құрметті көрермен, тозымақ зияткерлік ойының туралы бағдарламалар циклінің екінші сабағын бастаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Айдос Сейтжан. Өткен сабағымызда тозымақ ойының тарихы, даму ерекшеліктері, екі адам арасында ойналып тақтада барлығы 18 отау, 162 құмалақ және 2 қазан болатынын жеткізгенбіз. Бүгінгі сабағымызда тозымақ ойының маңызы, негізгі ережелері және қандай тарихи тұлғалар ойнағанына тоқталамыз. Сонымен енді ұлттық дәстүрлі ойынымыздың негізгі ережелеріне тоқталсақ. Тозымақ ойының меңгеру үшін негізінен 4 ережені білу керек. Біріншісі жүріс жасау ережесі, екіншісі құмалақ ұту ережесі, үшіншісі тұздық алу ережесі және төртіншісі атыстырау ережесі. Қостаушы қазаны, бастаушы қазаны, отаулар. Берілген диаграммаларда бастаушының отаулары мен ондағы құмалақтар мөлшері үнемі төменгі жағында орналасады. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы отаулардың бірінен біреуін орнынан қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың отауына таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса, сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға салынады. Мәселен, ойын басындағы тақтадағы алғашқы жағдайда бастаушы нөмір 7-ші отаудағы 9 құмалағын таратса, соңғысы қарсыласының нөмір 6-ші отауына барып түседі де, ондағы 9 құмалақ соңғы құмалақпен 10 болып ұтып алынады және қазанға салынады. Бұл табысты жүріс болып есептеледі. Сол кезде тақтада төмендегідей жағдай қалыптасады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп, тақ қылса, 3-тен басқасы, немесе өз отауымызға асып түссе, құмалақ ұтып алынбайды. Мәселен, жоғарыдағы тақтадағы жағдайда қостаушы нөмір 9-ші отаудағы 9 құмалағын таратса, соңғысы қарсыласының нөмір 8-ші отауына барып түседі және ондағы 10 құмалақ соңғы құмалақпен 11 болып орнында қалады. Бұл жай жүріс болып саналады. Отауда жалғыз құмалақ қалса да, көрші отауға жүруге болады. Ескерту. Жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай, немесе 2-3 құмалақ бөліп алып, жүруге болмайды. Бір құмалақ қалдырып, басқасын толық алу керек. Тозымақ ойынның маңызы жасөспірімнің ойлау жүйесін арттырып, есепке бейімділігін қалыптастырады. Адам бойындағы шығармашылық қасиеттердің дамуына септігі тиеді. Данышпан Абай тозымақ ойынын жақсы көрген және шебер ойыншылардың бірі болған. Ел ішіндегі тозымақшылардың басын қосып, көптеген сайыстар өткізген. Көрпебай, Құттықожа, Қуаттың Құдай берісі, Нақыштың Смағұлы секілді тозымақ шеберлері Абайдың басты қарсыластары болған. Сонымен бүгінгі сабағымызда тозымақ ойынның маңызы, жүріс жасау ерекшеліктері мен құмалақ ұту ережелерімен таныстырдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап өтіп, еске түсіріп алсақ. Тозымақ ойынның негізгі 4 ережесі бар. Жүріс жасау ережесі, құмалақ ұту ережесі, тұздық ережесі және атыстырау ережесі. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы отаулардың бірінен біреуін орнынан қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса, 2, 4, 6 және тағы басқа, сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, қазанға салынады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп, тақ қылса, немесе өз отауымызға асып түссе, құмалақ ұтып алынбайды. Жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай, немесе 2-3 құмалақ бөліп алып, жүруге болмайды. Бір құмалақ қалдырып, басқасын толық алу керек. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тозымақтағы тұздық ережесіне, оның маңызына тоқталамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.